Армысыздар ардақты ағайын, аптадағы айтулы оқиғаларға шолу жасайтын мен Ләззат Қанатқызы. Шығыс Қазақстан облысына Қазақстан православ шіркеуінің басшысы Астана және Қазақстан митрополиті Александр келді. Сапар барысында мәртебелі мейман Өскеменнің Андреев кафедралық шіркеуінде діни рәсім өткізді және облыс әкімі Ермек Көшербаевпен кездесті. Аймақ басшысы құрметті қонаққа алғыс айта отырып, Қазақстан руханиятында ислам дінімен қатар православ діні де маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Кездесуде тараптар этносаралық және конфессияаралық келісім мәселелерін, сондай-ақ басқа да өзекті тақырыптарды талқылады. Сегодня Господь подарил мне радость находиться в этом замечательном городе, Усть-Каменогорске, встретиться с прекрасными людьми, совершить богослужение, пообщаться с господином Акимом в преддверии большого, серьезного и значимого праздника для всех казахстанцев. Я хотел бы поздравить жителей Усть-Каменогорска и этой земли с грядущим торжеством и пожелать всем мира, радости, пожелать всем, чтобы мы всегда и везде, на всякое время были бы едины, чтобы никакие распри не существовали между нами, людьми, чтобы мир, согласие, дружба всегда бы царили в нашем обществе. Всех поздравляю с грядущим единством народа Казахстана. Жаңадан құрылған Марқакөл ауданының тыныс-тіршілігімен танысып, 6 ай қыстан кейін ағайынның хал жағдайын біліп қайту үшін іргелес жатқан Зайсан мен Тарбағатайдан керуен жетті. Қос ауданының әкімдері мәслихат төрағалары бастап келген керуен құр қол келмей, тарту таралғысын ала жетіпті. Қонақтар өздерімен бірге балаларға арналған тәтті дәмділер, киім-кешек, резинке етіктер мен кітаптар, ойыншықтар, ауыл тұрғындарына қажетті дәрі-дәрмек пен басқа да заттар әкелді. Төсқайыңдағы интернатта тұрып оқып жатқан балалармен кездескен қонақтар көрші аудандардың көмегі ретінде ауылға воркаут алаңы мен балалар ойнайтын заманауи алаң салып беруге уәде берді. Ермек Беделбайұлының тапсырмасымен осы елді мекендерді көріп, жаңа ауданға қандай қол ұшын бере аламыз, не істей аламыз болашақта деген үлкен сұрақпен келіп, қазір осы елдің тұрғындарымен танысып, әлеуметтік нысандарын аралап байқап көріп жатырмыз. Жаңа аудан болғаннан кейін біз қол ұшын беруді әрқашан жоспарлы түрде жалғастыратын боламыз. Енді бірінші кезекте біз бұл жерге мынау қардың көп жауына байланысты тасқын, үйлерге су кіру мүмкіндігі болса, сол үшін құрал жабдықтар алып келдік. Енді болашақта мынау Зайсан ауданымен бірге осы мектепте жаңағы өзіміздің қармағымызға алып, материалдық техникалық базасын нығайтуға басқаларға да болсамыз ба деген ойдамыз. Шығыс Қазақстан облысында су тасқыны жағдайы тұрақты, десе де қарғын судың алдын алу жұмыстары өңірде бір сәтке де бәсеңдеген емес. Күршім ауданында 7 ауылда өзеннің жағалауын бекіту жұмыстары қолға алынған. Аудан әкімі Алмат Ақышевтың айтуынша 7 учаскеде биіктігі 3,5-4 метр болатын дамбы салынып жатыр. Сондай-ақ ауданда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған. Жағдай жергілікті биліктің бақылауында. 2021 жылы басталған Бұқтырма көпірінің құрылысы осы жылдың соңында аяқталады деп жоспарланып отыр. Қазір онда қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Көпір құрылысының 85% аяқталды. Қазір бұрғылау, бетон құю жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жауапты мамандардың сөзінше, жұмысшылар да, техника да, қаражат та жеткілікті. Қазір 184 адам 2 ауысымда жұмыс істеп жатыр. Еліміздің ең ұзын көпірі қолданысқа берілген